Видеоны бастамас бұрын қызықты фильмдардан хабардар болу үшін каналға жазылып алыңыздар. Ал кеттік. Бүгін мен сіздерге «Ұсталмаған ұры емес» фильмі жайында айтып беремін. Біз Далтон Расселдың көрермендерге Уилл-стрит көшесіндегі банкты қалай тонағаны жөнінде және негізгі есіктен шығып қалай құтылып кеткені жайында көреміз. Тек бір ғана сұрақ бар, ол мұны қалай жасады? Ол және оның командасы Манхэттен банкіне жұмысшы ретінде келеді. Ең бірінші Далтон банкке кіріп, бірнеше секунд ішінде камераны өшіріп, есіктерді жауып, барлығын жерге жатқызады. Полиция қызметкерлері банктен түтін шығып жатқанын көреді. Сол кезде Далтон есікке жақындап, қолында тұтқын бар екенін айтып, егерде қандайда бір адам банкке жақындаса, адамдарды өлтіретінін ескертеді. Банк ғимаратына тағы да көптеген полиция машиналары көмекке келеді. Осы уақытта банктың қожайыны Артур Кейсті оның қай банкін қылмыскерлер басып алған жөнінде хабар береді. Бұл хабар Кейстің қатты мазасын алады. Солайша ол брокер Мэдлин Уайтқа хабарласып, банктегі құпия жәшіктегі отбасылық құнды заттарды қорғауды сұрайды. Мэдлин Кейске бір шарт қояды, яғни жәшік ішіндегі не зат екендігін айту еді. Солайша Кейс жәшік ішіндегін айтуға келіскенімен Мэдлинге өтірік айтады, себебі жәшік ішіндегі заттар құпия қалғанын қалайды. Әрі қарай кинодағы негізгі ойыншылар детектив Фрейзер мен Митчеллмен танысамыз. Тұтқындар жайында келісім жүргізетін адамдар банкке асығып келе жатқанын көреміз. Полиция фургонынан бақылаушы капитан Дариус шығып, қызметкерлер мен тұтқын адамдардың қанша екенін ешкім білмейтіндігін айтады. Сол уақытта қылмыскерлер тұтқындарды банк қызметкерлері мен келушілерге бөледі. Тұтқындарға кілттері мен телефондарын беруді бұйырады. Банк жұмысшыларының бірі телефонын үйде қалдырып кеткенін айтады, бірақ Далтон оған сенбейді. Далтон біраз уақыттан соң телефонды кеңседен тауып алып, жаңағы ер адамды басқаларға сабақ болсын деп сабап тастайды. Кейін басқа ер адамда кілтін тапсырады. Кейін Далтон тұтқындарға іш киімдеріне дейін шешінуді және берілген киім мен масканы киюді бұйырады. Аяқ астынан банктегі қарт қызметші өзін жайсыз сезіне бастайды. Ол өзінің жүрегінің ауыратынын айтады. Солайша олар босатып жібереді. Шыққан кезде полиция қызметкерлері оны тергей бастайды. Оның ойынша қылмыскер саны 4 және де полиция қызметкерлеріне жақындауға болмайды, әйтпесе 2 өлім болады дейді. Ұрлықшылар тобы қалған тұтқындарды тексереді. Олар банк ішінде депозит жәшіктеріне жетіп, қоймаға барып тоқтайды. Кейін біраз уақыттан соң ұрлықшылар еденді қопарып, бірдеңе ойластыра бастайды. Дариус пен Фрейзер Митчеллге қылмыскерлер босатқан тұтқын жайында айтады және де детективтерге банктегі видео жазбалар мен телефон хабарларын оларға жіберілгендігін айтады. Осылайша ойынға Фрейзер қосылады. Ол әлі ұрыларға қоңырау шалуға болмайды. Олардың келесі жоспары қандай екендігін көргісі келеді. Олар күтіп тұрған кезде Митчелл ұрылардың фургонын тауып алады, саусақ іздерін алады. Фрейзер біраз ойланып банкке хабарласуды шешеді. Ал Далтон болса тұтқаны көтермейді. Камералық видеожазбалардан да ешқандай ақпарат ала алмайды, себебі ұрылар түскен кезде олар өшірулі еді. Осы уақытта Мэдлин Нью-Йорк мэріне үлкен өтініш сұрайды. Ол өзінің клиентінің жағдайын бақылау үшін полициямен бірге кіріп жұмысын атқаруды өтінеді. Мэр оған мұның мүмкін еместігін айтады, бірақ ол алған бетінен қайтпайды. Солайша мэр келіседі. Ұрлықшылар басқа тұтқынды басына ілген хатпен бостандыққа жібереді. Полицейлер оны араб террористі деп ойлап, оған қатты қысым көрсетеді. Кейінірек ол адамды тергеп, қылмыскерлердің саны нақты 4 адам екенін, ал тұтқындар саны 20 немесе 30 адам аралығында екендігі анықталады. Соңында босаған тұтқынмен жіберілген хаттағы талаптар оқиды. Ол кешкі 9 сағат шамасында оларға автобус пен ұшақ дайындауды талап етеді. Бұл жасалмаған жағдайда сағат сайын бір адамды өлтіріп отырамыз дейді. Фрейзер әріптестермен сөйлесіп, олардың бас адамдармен сөйлеспейінше олардың талаптары орындалмайтындығын айтады.
Аяқ астынан Артур Кейсті фургонға кіргізеді. Ол шаруаларға көмектесе аламын ба деп сұрайды. Куб таң қалып отыр, себебі ол ұрыларға ұшақты ұйымдастырып алып келер едім дейді. Ал Кейс болса қалып жағдайды бақылағысы келеді. Бірақ оны фургоннан шығарып жібереді. Біраз уақыттан кейін ұрылар тамақ әкелуді бұйырады. Осының арқасында полицейлерге оларды білдіртпей тыңдауға жол түседі. Олар пиццаны таңдайды, себебі адамдар сол тағамның жанында жиналып сөйлесуі үшін. Тыңдауға жауапты офицер Фрейзерге қалам тәрізді сандық рекордерді қолдануды сұрайды. Осы уақытта бір тұтқын өзін дұрыс ұстамайды. Сол үшін ұрылар оны бөлмеге сүйретіп, қоймаға апарып жауып қояды. Банкке біраз уақыттан соң тамақ тапсырысы келіп, олар тыңдауды бастайды. Тыңдау барысында олардың басқа тілде, яғни орыс тіліне ұқсас тілде сөйлейтіндігі белгілі болады. Детективтер тұтқындардан банкте болған кезде олардан орысша сөйлейді ма деп сұрайды. Ұрылар тұтқындарды бір бөлмеден екінші бөлмеге ауыстырады. Сол уақытта ұрылардың бірі өзін тұтқын ретінде көрсетіп, бірінші бөлмеге ауысады. Сол уақытта детективтер ұрылардың қандай тілде сөйлеп жатқандығын түсіне алмайды. Полицейлер түбі орыс тіліне ұқсас жазбаны тыңдайды, бірақ бұл орыс тілі еместігін айтады. Сол кезде олардың басына жаңағы жазбаны динамик арқылы даладағы бір топ адамдарға тыңдатуды ойына келеді. Солайша біреулер қандай тіл екенін біліп қалар дейді. Солайша сол жердегі құрылысшы бұл албан тілі дейді, себебі оның бұрынғы әйелі Албаниядан еді. Полицейлер әлгі әйелге хабарласып келуін өтінеді. Әйел келеді, бірақ ол бір шарт, яғни айыппұлдарды басынан алып тастауды сұрайды. Фрейзер бұған келіседі. Солайша әйелге жазбаны тыңдатып, не айтылғанын түсіндіруді сұрайды. Әйел бұл жазбада бұрынғы Албаниядағы коммунистік партияның президентіне Инвер Ходжаның дауысы екендігін айтады. Осылайша детективтер олардың жоспарын біліп, оларға да тыңдау жазбасын орнатып қойғанын анықтайды. Кейінірек Далтон мен оның көмекшісі сейфті ашады. Сейфте бірқатар құжаттар мен бриллианттар, қораптағы балағалы заттарды көреді. Ол құжаттарды алады, ал көмекшісі қорапты жабады. Сол уақытта мэр мен Медлин детектив Фрейзермен сөйлесуге келеді. Медлин өзінің көмектескісі келетіндігін айтады, бірақ детектив оның көмегін қабылдағысы келмейді. Солайша мэр оны көндіру үшін оны бопсалайды. Біраз уақыттан соң Далтон телефон тұтқасын көтеріп Фрейзермен сөйлеседі, бірақ әңгімелесу ештеңені шешпейді. Далтон өзінің шарттарын орындауды талап етеді. Ол болмаса тұтқындарды өлтіреміз дейді. Фрейзер болса ол уақыт ұтып жатырмыз деген сенімде. Ол Далтонға тағы да тамақ алуды ұсынады. Олар бургер әкелуді сұрайды. Осы уақытта ұрылар шұңқырды қазып аяқтаған болатын. Бұл олардың жоспарының негізгі бөлігі еді. Әңгімеден кейін Фрейзер Медлинге Далтонмен сөйлесуге рұқсат береді. Солайша ол банкке кіреді, оны тінтеді. Ол Далтонмен сөйлеседі. Медлин оған қысқа ғана түрмеге қамалу және $2 миллион банк қорапшасының ішіндегіге алмастыруды ұсынады. Осы кезде Далтон Медлинге кімге жұмыс істейтінін білмейді. Медлиннің кімге жұмыс істейтіндігін білмейтіндігін, ал Кейстің екінші дүниежүзілік соғыста нацистермен Швейцарияда келісімде болғанын анық айтады. Далтон Медлинге бұл құжаттарды өзіне кепілдік ретінде қалдыратынын, ұсталып қалған жағдайда ол және оның қожайынның көмекке келуін сұрайды. Банктен шыққан Медлин Фрейзерге Далтон өте ақылды екендігін және оның қылмыскер емес екендігін айтады. Біраз уақыттан кейін Фрейзер бұл ойынды басқаша ережемен ойнауды жөн көреді. Себебі Далтон олардың барлық қадамдарын нақты білетін. Солайша ол Далтонға хабарласып, оларға ұшақ ұйымдастырып беретіндігін айтады. Тек детектив банк ішіне кіріп тұтқындардың аман сау екендігін көргісі келетіндігін айтады. Далтон бұған келіседі. Әрі қарай Фрейзердің банкке кіргенін көреміз. Оны тұтқындар тұрған бөлмеге апарады. Ол тұтқындардың аман сау екендігін және ұл баланы көріп, оны босатуды сұрайды. Бірақ Далтон бұған келіспейді.
Детектив шығар есікке жақындап қалған кезде Далтонды ұстап маскасын шешейін деп еді, оған кедергі жасайды. Далтон ашулы, ол тағы да автобус беруді сұрайды. Фрейзер фургонға оралып Дариусқа әлгі Далтонның қылмыскер емес екендігін айтып, оған күтуді сұрайды. Содан кейін Фрейзер тағы да ұрыларға хабарласады. Сол кезде Далтон оларға камераларын терезеге қаратуды сұрайды. Ол олардың көз алдында бір тұтқынды өлтіреді. Солайша Фрейзер істен шеттетіледі. Оның орнына Дариус келіп қалайда банкты басып кіруді ойлайды, бірақ онда үлкен қиыншылыққа, яғни адамдар өліміне әкелу мүмкін еді. Олардың ең дұрыс шешімі резина оқтарын қолдана отырып ешкімді өлтіріп алмау. Егер де бір нәрсе дұрыс болмаған жағдайда, бәріне кінәлі Фрейзер болады деп Митчелл ойлайды, бірақ ол Медлинмен келісімге отырғанын айтады. Банкты қоршап алмас бұрын бір мезетте ұрылардың оларды қорап арқылы тыңдап жүргенін байқап қалады. Ол Дариусқа айту үшін капитанға хабарласады, бірақ ол бұл операцияны жалғастыруды шешеді. Далтон мұны естіп, түтін шашкаларын тастайды. Ұрылар банктен тұтқындарды босатады. Барлық шыққандарды тұтқындайды. Кейін тактикалық топ ұрылардан тазарту үшін банк ішіне кіреді. Олар барлық бөлмелерді, сейфтерді, қойманың барлығын қарап шығады. Бірақ өлген тұтқынның денесі де жоқ, және еш нәрсе жоғалмаған. Полиция қызметкерлері олардың қаруларының ойыншық екендігі және тұтқынның өлімі де қойылым болғандығын түсінеді. Осы уақытта шыққандарды тергеуге ала бастайды. Олардың қайсысы ұры немесе тұтқын екендігін ешкім білмейді. Сол кезде капитан Фрейзерге іс осымен аяқталды дейді, ал Фрейзер болса мұны бұлай қалдырмаймын дейді. Кейін детектив құпия жәшік туралы ақпарат тауып алады. Ол нақты дәлелдер іздей бастайды. Ол тағы да Медлинмен кездеседі. Ол оған өзі мен Мердің оған бопсала көрсеткендігі жөнінде видеоны көрсетеді. Егер жәшіктегі ақпарат айтылса ғана, ол жазбаны ешкімге көрсетпейтіндігін айтады. Медлин болса оған бұл істі ұмытуды сұрайды. Кейін Медлин Кейспен кездесіп, Фрейзердің кедергі болмайтындығын айтады. Бірақ Далтон жәшік ішіндегі құжаттарды өзінде кепілдік ретінде қалдыратын болады. Медлин қораптағы құжаттармен бірге алмас тастардың бар екендігін біледі. Сонымен қатар Кейс оның ішінде қымбат сақина болғандығын айтады. Бір аптадан кейін Далтон өзінің осы ұрлықты қалай жасағаны туралы айтады. Ол банк ішіндегі қоймадағы өздерінің бутафор қабырғасында жасырылғандығын айтады. Оның қолында алмас тастар мен құжаттар және сақина болды. Бір аптадан соң ол тығылған жерінен шығып, банк ішінде клиент ретінде жүреді. Ал оның сыбайластары сыртта күтіп тұр. Сол кезде Фрейзер мен Митчеллді банкке келеді. Кірген кезде Далтонды иығымен қағып кетеді. Фрейзер болса сот шешімімен депозит қорабын ашуды талап етеді. Қорап ішінде сағыз және сақина мен сақинаның артынан ер деген хатты көреді. Фрейзер ойынның жалғасып жатқандығын біліп, Кейспен сөйлесуге барады. Кейстен бұл қорап туралы сұрайды, ал ол болса жауап беруден қашады. Фрейзер оған сақинаны көрсетіп, бұл туралы біліп алатындығын айтады. Кейін Фрейзер Медлин мен Мердің түскі асын бөліп, оларға сақинаны көрсетеді. Медлинге әскери қылмыстармен айналысатын кеңсенің нөмерін береді. Ол осы нөмерге қуана хабарласады. Себебі ол оған бұрынғы жазбаны беретін еді. Біраз уақыттан соң Фрейзер күртешесінің қалтасынан банкте кірерде Далтон салып жіберген алмас тастарды тауып алады. Менің ойымша, детектив пен ұрының ойыны бір-біріне қатты ұнайды. Олар екі жақта болса да, ақылдылығы үшін бірін-бірі сыйлайды. Осымен бұл кино тамам. Қызықты фильмдерді жіберіп алмас үшін менің каналыма жазылып алыңыздар. Назарларыңызға рахмет.